Сәлем достар, менің есім Әселхан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай өте әдемі, қазір хит болып жатқан, яғни Prada сумкасын тоқып шығатын боламыз. Бұл сөмкенің құны, яғни Prada'да 1 миллионға жуық тұрады, ал өздеріңіз тоқып алатын болсаңыздар, өте арзанға тоқып алатын боласыздар. Қараңыздар, өте әдем болып шығады. Бұл күнделікті ұстағанға, пляжға ұстағанға өте ыңғайлы, іші кең, ішіне көп заттарыңыз сияды. Қазір менің камерамнан сіздерге сөмкемнің әдемілігі көрінбей тұр. Барлық бөлігі симай жатыр камерама, бірақ көзбен көрген кезде өте әдемі болып шыққан достар. Бүгін біз сіздермен осы, яғни дәл Prada'дағы сөмкені тоқып үйренетін боламыз. Тоқылуы өте оңай достар. Сіздерге барынша түсінікті етіп түсіндіруге тырыстым. Достар, видеоны қарамастан бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен пайдалы видеолар бөлісіп отыратын боламын. Бізге шоппер сумка тоқу үшін осындай рафия жібі қажет. Рафия жібі осылай болады, қараңыздар. Сапалысын алыңыздар. Сапалысы осылай жұқа, өте, қараңыздар, ашқан кезде өте жұқа болады. Міне ұстаған кезде жіп секілді жұмсақ болу керек. Біздің сөмкемізге рафия жібінің біреуі жетпей қалады, 1,5 шамасына кетеді, сондықтан екеу алғандарыңыз дұрыс болады. Кез келген түсте өздеріңіз қалаған түсінен алып тоқсаңыздар болады. Мен осындай түстен тоқиын деп жатырмын. Және бізге қайшы және де ілмек қажет. Менде ілмектің номері 3,5, 4 болса 4-ті пайдалансаңыздар да болады. Ең алдымен біз воздушный петля жасаймыз. Ол үшін жібімізді алып, орап, ілмектен шығарамыз. Бізде бірінші воздушный петля жасалды. Дәл осылай етіп біз 69 воздушный петля жасайтын боламыз. 2, 3, 4. Достар, осы кезде біздің воздушный петлярымыз өте үлкен болып кетпеу керек. Қараңыздар, былай өте үлкен де болмау керек, және қатты ілмекке қысылып та қалмау керек. Орташа болып тоқылу керек. Алты, 7, 8, 9, 10, 11. Мінекей мен достар, 69 воздушный петля тоқып шықтым. Енді біз бірінші қатарымызды бастаймыз. Ол үшін қараңыздар, ілмектің қасына тұрған 1, 2, 3, 4, 5. Мінекей осы 5 воздушный петляны тастап кетіп, 6-шысына тоқимыз біз қазір. Мінекей 6-шысына. Ол үшін ілмекке жібімізді бір рет орап аламыз. Осы жерге, қараңыздар, осы жерде бөлігендер тұр. Соның үстіңгі бөлігіне, астыңғы жағын алмаймыз. Үстіңгі бөлігінен жібімізді шығарып аламыз. Мінекей біз ілмекте 3 пайда болды. Ілмекке жібімізді тағы ораймыз, 4 болды. Дәл осы ораған жіптен бастапқы екеуінен өткіземіз. Өткіздім. Тағы да бір рет ілмекке жібімізді орап, екеуінен өткіземіз. Мінекей бізде тоқылды бір рет. Енді бір рет воздушный петля жасаймыз. Міндетті түрде әр осылай жасағаннан кейін бір рет воздушный петля жасап отырамыз. Енді біз бір өрілген тастап кетіп отырамыз. Енді қалған қатардың бәрін тоқыған кезде келесі менде өрілген тұр. Осы жерге тоқымаймын, келесі өрілгенге тоқимын. Бір рет жібімізді ілмекке ораймыз. Ілмекке мына жерді тастап кетем. Келесі өрілгеннің үстінен алып, жібімді шығарып алам. Жіпті орап, ортадағы екеуінен өткіземін бірінші. Тағы да бір рет орап, келесі екеуінен өткізіп аламыз. Бір рет воздушный петля жасаймыз. Тағы да бір рет көрсетем достар. Бір рет орап аламыз. Келесі өрілген тоқымаймыз, тастап кетеміз. Келесіне тоқимыз.
яғни ортада бір өрілген тасталып отырып тоқылатын болады. Ораймыз, 4 болды. Тағы бір рет орап, екеуінен аламыз. Бір рет міндетті түрде воздушный петля жасаймыз. Бізде 3 тесік пайда болды. Тағы бір рет көрсетейін. Жіпті ілмекке ораймыз. Мінекей тоқығаннан кейін бір өрілген тастап, келесі өрілгенін үстіңгі жағына қараңыздар. Үстіңгі жағынан алып, жібін шығарып аламыз, жұмыс жібін. Бір рет жұмыс жібін орап, ортадағы екеуінен өткіземіз. Тағы да орап, екеуінен өткіземіз. Бір рет воздушный петля жасаймыз. Достар, дәл осылай етіп, мінекей қатардың соңына дейін өзіміз тоқып шығамыз. Бізде дәл осындай тесіктер 33 болу керек. Достар, мен қатардың соңына келдім. Менде барлығы қазір тесіктер 32 болды. Енді мен 33-шісін тоқимын. Осымен біздің бірінші қатарымыз аяқталатын болады. Бір рет воздушный петля жасап аламыз. Орап, неке қараңыздар. Бір, бастапқы істеген мінекей. Осы жерге тоқимыз. Менде барлығы 33 болды. Енді келесі қатар тоқимыз. Достар, әр қатардың басында осылай тоқыған кезде міндетті түрде 3 рет воздушный петля жасап аламыз. 2, 3. Әр қатардың басында осылай жасалынады. Міндетті түрде ұмытпаңыздар. Достар, келесі қатар тоқимыз. Келесі қатар тоқыған кезде қараңыздар, біз мінекей ұзын болып тоқылғанның үстінен өрілген тұр. Өрілген екенің ортасында қараңыздар. Ашық тұр қаз тесігі. Осы жерге тоқылады мені. Осы жерден жұмыс жібін шығарып отырамыз. Мына жерде қараңыздар, мына ұзын тұр. Үстіне өрілген тұр, соның ортасы мені. Келесіде міне қараңыздар, мына өрілген тұр, мына ұзын ауы. Осының қатарынан шығу керек, мінекей қараңыздар. Осы жерлерден тоқылатын болады. Дәл алдынан қатар секілді тоқылады, тек біз осы жерлерден шығарып отырамыз жұмыс жіптерін. Ілмекке бір рет орап, қараңыздар, жерін алып шығамын. Бір рет воздушный петля жасаймыз міндетті түрде. Ораймын, қараңыздар. Ұзын тұрғанның үстінен өрілген тұр, соның ортасынан шығарып жатырмын. Барша қатты қысыпта тастамаңыздар, боста тоқымаңыздар. Орташа, еркін тоқыңыздар, достар. Бізде 3 болды. Тағы бір рет көрсетейін. Орадым, мінекей қараңыздар, ұзына бойының үстіне өрілген тұр, ортасынан кіргіземін. Воздушный петля жасап аламыз. Бізде, достар, барлық қатарлар осылай тоқылады. Яғни сумкамыздың алдыңғы бөлігі де және артқы бөлігі дәл осылай тоқылатын болады. Бұл бізде екінші қатар. Дәл осылай етіп қатардың соңына дейін өзіміз тоқимыз. Неке қараңыздар, қатардың соңына келген кезде, мына жерде қай жерде аламыз десеңіздер, мына бізде бір өрілген тұр. Келесі, мына өрілгеннің қасынан бір жібінен алып тоқисыздар. Тоқып, 3 рет воздушный петля жасап, келесі қатарды бастап кете бересіздер. Дәл осылай етіп өзіміз 15 қатар тоқимыз. 15 қатар тоқығаннан кейін біз бірге сумкамыздың алдындағы 3 бұрышты жасап тоқып шығатын боламыз. Яғни бізде мына бірінші қатар, мына екінші қатар. Дәл осылай етіп 15 қатар өзіміз тоқып шығатын боламыз. Мінекей, достар, мен барлық 15 қатар тоқып шықтым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Мінекей, менде барлық 15 болды. Енді біз қалған 9 қатарды, яғни осылай 3 бұрышты тоқитын боламыз. Ол үшін бізде қараңыздар, мына жерде тесіктердің саны 33 болды. Яғни 2 шеттен 16-дан 33-ті 2-ге бөлгенде бізде 16, 16, 32 болады.
яғни біреу артық қалады. Сол бізде біреуі үшбұрыштың ұшы басталатын жер болады. Сонда біз мына шеттен 16 санап келеміз. Мына шеттен 16 санап келіп, ортадағы 17-сіне, яғни үшбұрыштың ұшын бастап тоқитын боламыз. Ол үшін қатарымыз бастаймыз. 3 рет воздушный петля жасап аламыз. Он алты, яғни алдын қатарлар секілді 16 жерден тоғып шығатын боламыз. Екі тоқылды менде. Үшіншісін тоқып жатырмын. Дәл осылай етіп 16-сына кейін кезде кездесетін боламыз. 15-сін тоқып жатырмын. Он алты. Неге достар, 16-да тоқыдым. Қараңыздар, мына шетіне бізде 16, мына шеттен бізде 16 болғанда, мына ортадағы 17-сі тоқымайды. Бұған біз қазір үшбұрыштың ұшын бастайтын боламыз. Кейін қараңыздар, біз әр қатарда тоққан кезде, бір рет тоққан кейін міндетті түрде воздушный петля жасап отыратынбыз. Дәл осы жерде біз осы үшбұрыш жасайтын кезде воздушный петля жасамаймыз. Ілмекке жібімізді орап, қараңыздар, ортадан кіргізіп аламыз. Дәл алдын қатарлы секілді тоқылады. Мінекей. Воздушный петля жасамаймыз тағы да. Ораймыз. Келесі мына жерге міне. Тоқып аламыз. Бізде мына осы үшбұрыштың басталатын жері. Оған біз 16 қатарды алтын қатарлы секілді тоқып шығамыз. Бір воздушный петля жасап аламыз қалған жеріне. Қатардың соңына дейін осылай тоқып шығатын боламыз. Мен қатарды аяқтадым. Келесі қатарды бастаймыз. Воздушный петля жасап алдым. Енді бізде қараңыздар, жаңа біз 16 қатар тоқып шыққан болсақ, әр қатар бізде үстіне көтерген сайын бір қатар кеми береді. Яғни біз енді осындай 15 қатар тоқып шығатын боламыз. 15 қатардан кейін дәл осылай воздушный петля жасамай, осылай үшбұрыштың ұштарын тоқып шығамыз. Қазір мен 15 қатар тоқып шығамын. Бұл бізде екінші қатар. Мінекей менде екінші қатарда 15 қатар тоқылды. Енді 15 қатардан кейін біз үшбұрышты жасаймыз. Мына жерге воздушный петля жасап қойдым. Жасамаймыз. 15 тоқып болғаннан кейін мінекей жібімізді орап, ортасынан рет тоқып аламыз. Тоқылды. Енді тағы да воздушный петля жасамаймыз. Ортадан мына жерден тоқылады. Тағы да мына қараңыздар, әрбір үшеу тұр бізде алдына тұрған, соның үстіне тұрған өрілген жерден алынып жатыр менде.
соңғысы мына жерге тоқылады. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 болды. Алдында 3 болған, енді 7 болды. Енді воздушный петля жасап, қалған 15 қатарда алдыңғы қатарға секілді тоқып шығатын боламыз. Мінекей мен қатарды аяқтадым, яғни біздің 3 бұрышты тоқып жатқанымыздың екінші қатары аяқталды. Енді үшінші қатарды тоқимыз. Бізде алдында біріншінде 16 қатар тоқылды, осындай 16 тесік, екінші қатарда 15 тесік болды. Енді үшінші қатарда біз 14 тесік тоқитын боламыз. Үшінші қатарда 14 тесік тоқып шығатын боламыз. Яғни 14 осындай қатарлар. Мінекей мен 14 қатар тоқып шықтым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 тоқылды. Енді біздер осы жерде воздушный петля жасамаймыз. Осы жерде мына ортаға рет тоқып аламыз. Тағы да воздушный петля жасамаймын. Алдында тоқылған қатарлардың әрқайсының үстіндегі бөлген жерлерден рет тоқып шығамыз. Orada gerisi алдыңғы қатары тоқылды. Енді бізде мынау 14-ші, 15-ші тесік, мына жақтан санынан 14, мына 15, осы жерде біз 3 бұрыштыны жасаймыз. Байқасаңыздар, 3 бұрыштың формасы сәл шығып жатыр. Яғни сонда бізде мына жақтан келгенде әр қатар саны біреу кеміп отырса, мына жерде бір қатар осыған қосылып отырады. Енді біз қалған 14 тесікті алдын қатар секілді тоқып шығамыз. Бір воздушный петля жасап аламыз. Қатар соңына дейін дәл осылай өзіміз тоқып шығамыз. Қатарымды аяқтадым. Бұл бізде дәл осылай 3 бұрыш жасап жатқаны 3-ші қатары еді. Енді 4-ші қатарын бастаймыз. Бұл қатарды дәл алдыңғы қатарлар секілді тоқылады. Тек қана бізде бір қатар саны кемейді. Яғни бір тесігіміз кемейді. Бізде алдында 14 болған, бұл жолы осындай тесіктер, яғни 13 болады. Осы жерге дейін, мына тесікке дейін тоқып шығатын боламыз. 13 менде тоқылды, 13 қатар. Енді 3 бұрышты жасайтын боламыз. Воздушный петля жасаған жоқпын. Мына ортаға рет тоқып аламын. Енді мына алдыңғы қатарлар тоқығанның әрбірінің үстіне мына осының орталарынан бір рет тоқып шығатын боламыз.
соңғысына тоқып жатырмын. Алдыңғы тоқылғандардың. Енді біз осы қатардағы үшбұрыштың қатарын тоқимыз. Мына жерге ортадан бір аламыз. Мына тоқылды. Мінекей қараңыздар, үшбұрыш шығып жатыр. Бір воздушный петля жасап аламыз. Қатардың соңына дейін алдыңғы қатарлар секілді тоқылып шығады. Мінекей достар, сіздерге түсінікті болып қалды деп ойлаймын. Бізде үшбұрыш шығып жатыр. Яғни бізде әр қатар сайын мына тесіктер киім отырып, мына үшбұрыштың қатары бір қатарға қосылып отырады. Бізде қазір 13 болды, келесі 5-ші қатарда 12, одан кейін 6-ші қатарда 11, солай мына қатардан мына тесіктер бір тесікке кеміп отырады, ал бізде мына үшбұрыштар бір тесікке артып отырады. Біз мына кеміген қатарымыз мына жақтан қосылып отырады, яғни. Дәл осылай етіп өзіміз үшбұрышты 9 қатар тоқып шығамыз. Бізде үшбұрыш қазір 1, 2, 3, 4 қатар тоқылды. Дәл осылай етіп сіздер 5 қатар тоқисыздар. Сонда бізде барлығы үшбұрыштың көлемі 9 қатарға тоқылады. Осындай тесіктің 9 қатарына тоқылып шығатын болады. 9 қатар тоқылғаннан кейін бөлек, осы алдыңғы тоқылғандар секілді, одан бөлек 5 қатар өзіміз тоқып шығамыз. Осындай етіп 5 қатар тоқып шығамыз. Сонда бізде барлығы 29 қатар болады. Мінекей қараңыздар, үшбұрышқа дейін бізде 15 қатар болды. Мына үшбұрышқа дейін 15 қатар болды. Үшбұрышымыздың қазір 4-еуі тоқылды. Енді 5-еуі тоқылса, сонда 9 қатар болады. 9 болады. 24 болып тұр бізде. 24-тен кейін біз дәл осылай алдыңғы осылар секілді 5-еу тоқимыз. 5 қатар тоқимыз. Сонда бізде барлығы 29 болады. Достар, ары қарай өзіміз 29 қатарды тоқып шығатын боламыз. Мінекей достар, мен барлық қабырғасын тоқып шықтым. Қараңыздар. Мінекей мына 9 қатар тоқыды. Үстінен артық 5 қатар тоқыды. Менде барлығы 29 қатар болды. Және де қатар тоқып болғаннан кейін үтіктің парымен үтіктеп аласыздар. Орамалды алып, орамалдың үстіне осыны қойып, үстіне тағы орамал жауып, үтіктің парымен ғана үтіктейсіздер. Сонда біздің жібіміз нығыз болып, формасын өте жақсы ұстап шығатын болады. Дәл осылай етіп достар, мен екінші қабырғасында тоқып шықтым. Бізде екінші қабырғасында байқасаңыздар, үшбұрыш формасы тоқылмайды. Ол бізде тек алдыңғы бөлігінде ғана болады сөмкеміздің, ал артқы бөлігінің қабырғасы тек осылай мына қабырға тоқылғандар секілді тоқылады. Яғни сіздерде екінші қабырғасын дәл осылай етіп өздеріңіз 29 қатар етіп тоқып шығатын боласыздар. Қарасаңыздар, міне қараңыздар, екі қабырғаның ұзындығы да ені де барлығы бірдей болу керек. Біреуі ұзын немесе қысқа болуға болмайды, екеуі бірдей шамада болу керек. Енді достар, сөмкеміздің осы бөлігін екі шетіндегі бөлігінде қабырғасын және табанын тоқитын боламыз. Ол үшін өзіміздің тоқыған сөмкемізді метрмен өлшеп аламыз. Менің шамамен алмаңыздар, себебі сіздердің тоқылған кездегі сіздердің тоқу размерлеріңіз әртүрлі болғандықтан өздеріңіздің сөмкелеріңізді өлшеп алыңыздар. Менде қазір мінекей ені ұзындығы менде 33, ені 30 сантиметр. Екі ұзындығы 66 болады, екі шеті, асты 30 қосқанда менде барлығы 96 болады. Мен 96 етіп тоқып шығамын. Біз бірдестен қазір қабырғасын, табанын қосып тоқимыз. Сонда менде барлығы 96 сантиметр шамасында тоқитын боламын. Қабырғасын тоқу үшін біз воздушный петля жасаймыз. Барлығы 12 воздушный петля жасап аламыз. Мен қабырғасының сәл қалыңдау болған қаладым. Сол үшін 12 воздушный петля жасап аламын. 3, 4, 5, 6,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Менде 12 воздушный петля болды. Енді 13-шін жасап аламыз. Мінекей. Дәл осы 13-ші жасалған жерге тоқымаймыз біз. Мінекей мына жерге тоқымаймыз. Мына тұрған осы воздушный петлядан бастап тоқитын боламыз. Осы жерге ілмегімізді кіргіземіз. Жібімізді шығарып осы жерден бір рет ілмекке жіпті орап, екі жіптің астына өткіземіз. Кіргіземіз. Воздушный өрілгеннің үстіңгі жағынан өткіземіз. Жібімізді шығарып аламыз. Орап, осы екеуінің астына өткіземіз. Дәл осылай етіп, қатардың соңына дейін тоқып аламыз. Мына бірінші жасалған. Дәл осы воздушный петлядан да өткізіп аламыз. Бұл біздің бірінші петлямыз. Әрбір қатарды бастайтын кезде біз бір рет воздушный петля жасап отырамыз, достар. Біздің бірінші қатарымыз аяқталды. Келесі қатарға көшеміз. Бір рет воздушный петля жасап алдым. Енді дәл осы воздушный петля жасаған жерге емес, мына қатар міне осы басынан бастап дәл осы жаңа қатар секілді тоқылып шығатын болады. Қараңыздар, воздушный петля жасаған жерге кіргізбеймін, одан кейінгі өрілгеннің астынан өткіземін. Тағы да көрсетейін, міне өрілгеннің астынан өткізіп аламын. Тоқылу өте оңай, достар. Қабырғамызды, яғни барлық қабырғамызды осылай тоқып шығатын боламыз. Және де бізде сөмкенің ұстайтын ремені де дәл осылай тоқылатын болады. Дәл осылай етіп, қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, достар, мен қатардың соңына аяқтадым. Жаңа қатар бастаймын. Үшінші қатарда бір рет воздушный петля жасап аламын. Тағы да сіздерге бір рет көрсетемін. Мінекей, осы воздушный петля жасаған жерге емес, соның қасына тұрған өрілген жерге тоқимыз. Дәл осылай тоқып шығатын боламыз. Осы тоқып жатқан қабырғамызды 96 сантиметр болғанға дейін ұзын етіп тоқып шыға беретін боламыз. Яғни осы көлемге тура келетін етіп ұзынан тоқып шығамыз. Қабырғамыздың өзімізге керек бөлігін тоқып шыққаннан кейін бірге қабырғаларды қосатын боламыз. Достар, мен қабырғасы мен табанын ұзын етіп бірге қосып тоқып шықтым. Бізде осылай ұзын болып шығады. Бұны біз былай өлшеп аламыз. Бізде мынау бір шетіне осылай тоқылады. Осы жерден табанына өлшеп аламыз. Мына бөлікке дейін бізде табанына, және қалған бөлігі екінші қабырғасына. Менде тура болды. Бірақ, достар, дәл осы жерде мен жіпті үзген жоқпын. Біз қазір қатарды қондырып жатқан кезде, егер қатарымыз артық болатын болса, осы жерден шешіп аламыз. Жетпей жатқан болса, осы жерден қайтадан қосып тоқып алатын боламыз. Сол себептен жіпті үзбейміз. Бұл жіппен қазір қабырғасын қосатын кезде бұл жіппен қоспайтын боламыз. Қабырғасын қосатын кезде қарасаңыздар, менде жіп осындай қалды. Осының астыңғы бөлігінен жіптің екінші ұшын шығарып аласыздар. Сол екінші ұшымен біз қазір қабырғасын қондыратын боламыз.
Менде осы бөлігі сөмкемнің алдыңғы бөлігі болады. Сондықтан мен осылай қабырғасы осы бетіне түсу керек. Осы бетіне егер алдыңғы бөлігі түсу үшін. Осылай алып біз қазір қабырғасын қосамыз. Қабырғасын қосатын кезде қарасаңыздар, мінекей. Мына әрбір қатар тұр ғой, ұзына тоқылған қатардың үстінде мына жерден осы жерге тоқылады, және де осы тесіктен бір рет тоқылып отыратын болады. Ал қабырғасында мінекей әрбір қатардан мына бір төбе болып тұрған жерден, және одан кейінгі қатардан осылардан жеке-жеке тоқылып шығатын болады. Жұмыс жібімізді аламыз. Мына жерден кіргізіп аламын бір ұшынан. Кіргізіп алдым. Енді келесі қабырғаны аламын. Бұның да ұшынан, бастапқы бірінші ұшынан кіргізіп аламын. Кіргізіп алып, осы жерден жұмыс жібін шығарып алатын боламыз. Жұмыс жібін шығардым, енді тоқып бастаймыз. Қараңыздар, менде мына ұшта тоқылды. Енді мына бөліктің ортасынан кіргіземін. Мына шетте, мінекей. Мына осы жерден төмпешік емес, соның қасының ортасынан басталады. Кіргізіп алып, жұмыс жібін шығарамын. Шығарып, жіпке орап, осылай тоқимыз. Келесі мынау қатарды, мінекей қараңыздар. Мынандай өз тесік болады, ұзына тоқылған жерде. Осы жерге кіргіземін. Келесі қабырғамызды мына жақтан, мінекей қараңыздар, мынандай биік болып тұрған жеріне кіргізіп аламыз. Енді мына бос болып тұрған ортасынан аламыз. Келесі мына жақтан мындай ортасында тұрған жерден аламын. Қатардың ұшынан аламыз. Яқта төмпешік болып тұрған қараңыздар, төмпешіктер болады, осы жерден аламын. Достар, дәл осылай етіп өзіміз осы қатарды мына ұшына дейін тоқып шығып келеміз. Одан кейін табан тоқуды көрсететін боламыз сіздерге. Мінекей достар, мен бір қабырғасының соңына келдім. Табанын тоқуын көрсететін боламыз сіздерге. Ортасынан аламын табаны. Келесі бізде мына жақтан алынды. Дәл осы жерге біз 2 рет тоқып алатын боламыз. 1 рет, 2 рет. 2 рет тоқылды. Енді табанына көшеміз. Мына жерден аламын. Кені қатардың алдыңғы тура шетіндегі қатар секілді тоқылатын болады. Осы жерден аламын. Мына жерде төмпешікке кетеді бізге. Ортасынан алынады. Мына жерге кетеді. Енді мына ортасынан аламын. Бұл бізге төмпешікке тоқылатын болады. Ортасынан алынады. Сол бізде осындай воздушный петля болып тұратын жерге тоқылатын болады. Достар, дәл осылай етіп өзіміз осыны табанына дейін аяқтаймыз. Табаннан кейін қалған бөлігін қабырғасына, екінші қабырғасына тоқып аламыз. Екінші қабырғасына тоқығаннан кейін дәл осылай етіп, мына біздің сөмкеміздің екінші бөлігі бар, қабырғасы. Дәл осыған
мына тоқылған қабырғамыздың қалған бөліктерін соған қондырып шығатын боламыз. Достар, мен барлық қабырғасын қондырып шықтым. Біздің сөмкеміз дайын болуға жақын қалды. Өте әдемі болып шықты. Іші кең болып. Енді достар, бізде екі жері ғана қалды тоқылатын. Біреуі сөмкеміздің ручкасы. Енді біреуі қазір сөмкеміздің осы қабырғасын екі айналдырып тоқып шығатын боламыз. Ол үшін мінекей мен бір қабырғасынан кейін екінші қабырғасына тоққан кезде жіпті шешкен жоқпын. Осы жерден бастап тоқимыз. Достар, бізде барлық бұрыштарда жіптер болған, кішкентай сол жіптердің барлығын біз осындай тоқылған жерлерге жасырып, қайшымен қырқып аламыз. Енді біз қазір дәл осы үстіңгі бөлігін, яғни сөмкеміздің үстіңгі бөліктерін екі рет айналдырып тоқып шығатын боламыз. Бұл жерді біздің қабырғамыз тоқылған секілді тоқылатын болады. Неке мына бізде осы жерден бір рет алып аламыз. Ортадан бір рет аламыз. Мына шеттен бір рет. Неге достар, дәл осылай етіп қараңыздар, я? Мына ортадағы жерден бір рет аламыз. Мына қатардың ұзында мынау тесіктен бір рет алып, осын бір рет айналдырып шығамыз. Және де қатарды аяқтамастан келесі қатарды тағы да мына әрбір өрілгендердің үстінен бір реттен алып, дәл осылай етіп тоқып шығатын боламыз. Сонда бізде екі рет айналдырып тоқылатын болады. Неге достар, мен сөмкемнің үстіңгі бөліктерін екі рет тоқып шықтым. Бізде осылай болып шығады. Енді жібімізден қалған бөлігін жасыратын боламыз. Соңына келіңіз осындай бөлік қалдырдым. Оны біз алдыңғы тоқылған қабырғаларға жасырып алатын боламыз. Мен осы шеткі қабырғасына жасырамын. Жасыратын кезде осындай жіңішке ілмекпен жасырсаңыздар өте ыңғайлы болады кіріп шыққан кезде. Енді алдыңға тоқылған бөліктердің астынан алып өткіземіз жіпімді. Осылай бірнеше жерге жасырып, достар, қалған бөлігін қайшымен қырқып алатын боламыз. Енді достар, сөмкеміздің соңғы бөлігі ұстайтын ручкасын тоқитын боламыз. Мен ручкасына осылай маркерлер дайындап алдым. Қай жерге тоқу керек екенін сіздерге көрсетейін. Мына бізде үлкен тесіктер бар, 33. Осының екі шетіне мен 9-шысына санап келдім. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дәл осы 9-шысына маркерді қойып қойдым. Мына шеттен де 9 санап, осы 9-шысына маркерді қойдым. Яғни менің ручкамның екеуі осы жерден басталатын болады. Және екінші артқы қабырғасына дәл осылай санап белгілеп алдым. Енді жұмысшымызды алып, осы жерге тоқып бастайтын боламыз. Мекемеде 9-шы қатардан мына жерден аламын қазір. Бірінші қатарды бастаймыз. Іліп алдым. Келесімді осы өлгендердің 6 жерден тоқитын боламыз. Біріншісі алдыңғы біздің іліп алғанға саналмайды. 1, екінші, үшінші,
Төртінші, бесінші, мында алтыншы болады. Біздің ручкамыз дәл шетінде қабырғаларын тоқылған секілді тоқылатын болады. Алтаудан кейін бір воздушный петля жасап аламыз. Енді мына бетіне ауыстырып, мына өрілгендердің үстінен тоқып шығамыз. Әр қатардың басында бастайтын кезде бір рет воздушный петля жасауды ұмытпаймыз. Достар, дәл осылай етіп, өзімізге керек көлемде ұзындықта тоқып шығамыз. Мен шамамен 50 см болатындай етіп тоқып алатын боламын. Өздеріңіздің бойларыңызға, иықтарыңызға ыңғайлы етіп өлшеп, сол шамада ұзындықта ұзын етіп тоқып аламыз. Екінші шетін осы жерге келіп бірге жалғайтын боламыз. Достар, мен сөмкенің ручкасын тоқып шықтым. Менде барлығы 50 см болды. Сіздер өздеріңіздің қолдарыңыздың ұзындықтарына байланысты тоқып шығатын боласыздар. Дәл осылай етіп, достар, бірінші қабырғасын тоқыған секілді мен екінші қабырғасында ручкасын тоқып, мұнда қондырып қойдым. Қазір мен сіздерге сөмкамыздың біткеннен кейін ручкасын қалай қондыру керек екенін көрсетемін. Өздеріңізге керек размер тоқып біткеннен кейін, достар, міндетті түрде үтіктің парымен үтіктеп алып, осындай шамада мінекей артық жіпті алып, кесіп алдым қалған бөлігін. Енді осы жерден аламыз да жіптен өткізіп қатарымызды аяқтап аламыз. Енді достар, мінекей сөмкемнің ручкасын қондырамын. Ручкасын қондырған кезде мынау біздің жіптеріміз былай айналып кетіп қонып қалмасын. Соған басты назар аударыңыздар. Оң бетімен түсетін болсын. Оң бетімен алып аламыз. Неге бізде маркер белгілеп қойған болатынбыз. Осы жерден тоқып аламыз. Жіпті тура маркер тұрған жердің қатардан шығарып аламын. Шығарып алдым. Дәл осы жерден бірінші қатарымыздан кіргізіп алып, осы жерден қайтадан бір рет өткізіп аламыз. Нығыз болу үшін. Өткіздік. Енді келесі мінекей мына бізде мынау қатар тұр, иә? Осы қатарға кіргізіп аламыз. Яғни достарымда бізде 6 болса, мына жақтан 6 жерге бір-бірінің қатарымен кіргізіп шығамыз. Мына жерге кіргіздім. Енді келесі мында өрілген тұр. Осы жерден осы жіпті шығарып аламын. Тағы да осы жерден бір айналдырып өткізіп аламыз. Келесі қатарға кетеміз. Бірден өткіземін қазір. Екінші рет аламын. Дәл осылай етіп, 6 қатарды, яғни соңғы үшеуін осылай етіп, өзінің қатарымен тоқып шығамыз. Ручкамның барлық қатарын қондырып шықтым. Енді біз қалған бөліктегі жіпті осында
жасырып алатын боламыз. Ол үшін алдында оқыған бөліктердің астынан жіпті өткіземіз. Достар, біздің барлық сөмкеміздің қабырғасындағы жіптер осылай жасырылатын болады. Мінекей достар, осылай бірнеше жерден өткізіп алып, қалған бөлігін қиып аламыз. Мінекей достар, мен сөмкемнің екі ручкасын қондырып алдым. Және де сөмкемізді болғаннан кейін бір рет үтіктің парымен үтіктеп аламыз. Сонда біздің сөмкеміздің жіптері өте жұмсақ болып, біркелкі болып шығады. Қараңыздар, менің сөмкем өте жұмсақ болып тұр, жіптерінің барлығы біркелкі, өте әдемі болып шықты. Бұл сөмке күнделікті ұстауға және де пляжға өте ыңғайлы сөмке. Қараңыздар, өте әдемі шоппер сөмкесі. Арты мына бізде кең, ішіне көп заттарыңыз сияды. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша достар, осында жіппен, яғни Prada деп жазсаңыздар болады. Маған осылай қалған ұнап тұр, сондықтан мен жазбадым. Және де ішіне астар тігуге де болады. Ол енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Маған осылай әдемі секілді. Достар, менімен соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Егер менің видеом сіздерге ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып ұмытпаймыз. Алдағы уақытта мен сіздермен пайдалы видеолар бөлісіп отыратын боламын.